Интернетте жарияланып жүрген бейнероликтерге сенсек, құндыз тондарды тігушілер оның терісін тірідей сыпырып алады екен. Бұл жауыздық қой. Оны көргеннен кейін әлгі тонды кигің де келмей қалады екен. Ал осыған шариғат бойынша не үкімі бар? Киюге тиым салынады ма? Бисмиллахиррахманиррахим. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам өзінің бір сөзінде тері иленсе тазарады дейді. Бұл дегеніміз еті желінбейді хайуанның терісі иленіп, белгілі өңдеуден өткеннен кейін таза күйге енеді деген сөз. Бірақ шошқаның терісінен басқа. Одан кейін тазарған теріні түрлі кәдеге жаратуға болады. Айталық құлақшын, тон, етік, тағы басқа киімдер тігіп, сан түрлі бұйымдар жасауға болады. Қазіргі таңдағы норка секілді әртүрлі аң терілерінен өңделіп тігілетін тондарды киюдің негізінен алып қарағанда күнәсі жоқ. Деректерге сүйенсек, имам Ағзам Абу Ханифаның тиін терісінен тігілген бас киімі болған. Хадиші Дахақ бұлғын собыл терісінен тігілген құлақшын киген екен. Ендігі жерде қандай да бір хайуанға немесе аңға терісін тірідей сыпыру арқылы жапа шектіру ауыр күнә. Ондай нәрсе харам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір сөзінде Алла тағала әр нәрсеге мейірімділік көрсетуді жазып қойды. Егер өлтіретін болсаңдар, ең абзал түрде өлтіріңдер, жауыздық жасамаңдар. Мал соятын болсаңдар, ең абзал түрде сойыңдар деп бұйырған. Басқа бір хадисте кішкентай шымшықты ермекке өлтірген адамнан қиямет күні оның ақысы алып беретіндігіне ишара етіледі. Тағы бір хадисте бір әйелдің мысықты аштан қатырғаны үшін тозаққа тасталатыны баяндалған. Сондықтан да дінімізде мұндай жауыздыққа жол жоқ. Алайда осыған қарап, барлық тон атаулыны кию харам деп салсақ, онымыз асығыс айтылған болады. Өйткені мұндай бассыздық кей елде орын алып, ал кей елдерде орын алмауы мүмкін. Әйтсе де құндыз тон кимеу арқылы аталмыш сорақы әрекетке бойкот жариялаймын десеңіз, ол өзіңіздің еркіңіз. Ардақты Алла елшісі кімде-кім бір жаман әрекет көрсе, оны қолымен өзгертсін. Оған күші жетпесе, сөзбен айтып өзгертсін. Оған да күші жетпесе, жүрегімен жек көріп тұрсын. Бұл иманның ең әлсіз көрінісі деген. Бірақ бұл мәселеде әлде бір жекеленген адамдардың қарсылығымен ғана шектелмей, жануарларды қорғау қоғамдық қоры сияқты жергілікті құзырлы органдар да мәселені өз қарауларына алғаны дұрыс. Ондай өрескелдікке тосқауыл болулары керек. Каналымызды қолдап, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Сіздерді қызықтырып, мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырып кетіңіздер. Келесі шығарылымда сұрақтарға барынша жауап беруге тырысамын.